Қазақстанда 2024 жылдан бастап бизнесті жоспарға сай тексеру саны 2 есе қысқарады. Қазір бұған мүмкіндік беретін осы саладағы тәуекелдерді басқару жүйелерін автоматтандыру ісі қолға алынған. Үкіметте елдің бизнес ахуалын жақсарту шаралары қаралды. Мәселен, отандық бизнесті қолдау мақсатында мемлекет биыл 5 айдың өзінде жалпы құны 440 миллиард теңгенің 6 мыңнан астам жобасын субсидияласа, 144 миллиард теңгеге 4 мыңнан астам жобаға кепілдік берген. Былтыр бұндай демеуге 1,3 триллион теңгенің 46 мың жобасы ілікті. 2022 жылда шағын және орта кәсіпкерлік нысандар саны 23,5%-ке артып 2 миллионға жеткен. Нәтижесінде шығарылған өнім көлемі 3-тен 1-ге ұлғайып, жалпы құны 60 триллион теңгеге жуықтаған. Ел үкімет алдында осы қарқынды сақтап, 2030 жылға қарай республика аумағында шағын және орта бизнес үлесін 40%-ке жеткізу міндеті тұр. Бұл ретте ауылды аймақтарға басымдық берілмек. Жалпы қабылданып жатқан шаралар 25 жыл. Ол үшін ауыл аманаты, ауыл ел бесігі, моно және шағын қалаларды дамыту, қарапайым заттар экономикасы және бизнес жол картасы 2025 жобалар шеңберінде қолдау көрсетілуде. Мемлекеттік органдар Атамекен ұлттық палатасымен және өңірлермен бірлесіп, жобалардың жергілікті жерлерде сапалы іске асырылуын қамтамасыз ету қажет. Екінші, шикізаттық емес салалардың, оның ішінде өңдеу өнеркәсібінің әлеуетін кеңейту керек. Негізгі қорларды жаңғырту, жаңа технологияларды енгізу қажет.